Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шелпектің нанын пісіреміз. Ашытқысыз, жұмыртқасыз, оңай әрі тез дайындалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнды алып, оның үстіне сұйық май қосамыз, және алдын ала жылы суға мен тұзды қосып жақсылап араластырып алдым. Енді сол жылы суымызды аз-аздан қоса отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте қатты болмау керек, сәл жұмсақтау етіп илеп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны көре аласыздар. Қамырымызды жақсылап осылай илеп аламыз. Толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Жан жақтағы ұндардың барлығын жинап, жақсылап қамырымызды осылай илеп шығамыз. Сәл жұмсақтау етіп. Пакетке салып, енді демалдырамыз 10 минуттай. Ортасында 5 минут өткеннен кейін қамырымызды қайтадан алып, жақсылап илеп, қайтадан пакетке салып демалдыратын боламыз 10 минуттай. Достар, менің каналымда өте қарапайым рецепттің түрлері бар. Бір жасағынан шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Барлығына міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырды видеодағыдай етіп, сәл ғана ұн себеміз асты үстіне. Сеуіп болғаннан кейін енді теңде жетіге бөлеміз. Жетіге бөліп аламыз. Барлығы бірдей болу керек. Егерде кіші болып қалса, кішкене қамырды алып, бір-біріне қосып, осылай күлшелеп шығамыз. Домалақтап, яғни. Барлығын осылай домалақтап алғаннан кейін теңдей бірдей болу керек. Міне, домалақтап алдым. Енді бетін пакетке жауып, демалдырамыз. Қамыр өз-өзіне келу керек. 5-10 минуттай. Демалғаннан кейін, міне, енді біреусін алып, ұнға аунатамыз. Ұнға аунатып, қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Достар, мен шелпектің көлемін сковородканың көлемімен бірдей етіп, жайып шықтым. Сіздерде солай етсеңіздер болады. Аз-аздан ұн сеуіп отырып, екі жақтан қамырды жайып шықтым. Міне, тағы да біреуін көрсетем. Аунатып аламыз, жаямыз. Ортасына ұн сеуіп отырып, бірдей етіп көлемін жайып шығамыз. Және жайған қамырдың ортасына ұн сеуіп, бірінің үстіне бірін қойып шықтым. Сіздерде солай етсеңіздер болады. Мына барлығы бірдей көлемде. Енді осы қамырды тез-тез пісіріп алатын боламыз. Жабысқамас үшін ортасына ұн себіңіздер. Енді сковородкаға сұйық май құямыз. Сұйық майды көп құймаймыз, кішкене ғана құямыз. Қамырымыз кішкене батса болды. Сұйық май қызғаннан кейін саламыз. Салып, вилканың көмегімен осылай араластыра отыра пісіріп аламыз. Осылай көтеріледі. Көтерілгеннен кейін келесі бетіне аударып алатын боламыз. Аударып келесі бетіне. Келесі бетін тез-тез пісіріп аламыз. Кішкене қызарса болды, шығарып аламыз. Май қатты қызғаннан кейін бір бетін 5-7 секунд ұстасаңыздар болады. Одан кейін келесі бетіне аударатын боласыздар. Міне, келесі бетін аудардық. Осылай пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басуды. Комментарий қалдырыңыздар. Барлығына толық жауап беретін боламыз. Осылай шелпектің барлығын осылай пісіріп аламыз. Асықпай. Май қатты қызған кезде тез-тез піседі, күйдіріп алмаңыздар. Міне дайын, өте оңай әрі тез дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.